Кайырлуу күн кыздар, калайсыздар? Мен сиздерге жиберген адрес боюнча адрести энгиземиз. Ол үчүн Пиндода сайттагы главный экранга кирип, коллокациянын үстүн басасыздар да мен жиберген адрести копировать этип аласыздар. Копировать этип болгондон кийин астында турган мына добавить адрес дегенин астын басып, мына турган адрести копировать этебиз. Копировать этип болгондон кийин разрешить вставканы басамыз. Міндетті түрде собачканы коямыз. Собачканы коюп болгондон кийин осы жерге Данагүл карго деп жазасыздар. Мына жерге кыздар собачка міндетті түрде коюу керексиздер. Данагүл карго деп міндетті түрде жазамыз. Осылайша агылшынча Данагүл карго деп жазып болгондон кийин астына өзүмүздүн кааламызды, телефон номерибизди міндетті түрде жазатын боламыз. Адрести дурус энгизиңиздер, адрести дурус энгизбесеңиздер, товарларыңыз шатасып, башка каргого адасып кетип калуу абден мүмкүн кыздар. Сондуктан да адрести мукуят асыкпай энгизиңиздер. Дал мен көрсөткендей телефон номер, кааларыңызды міндетті түрде жазыңыздар и сохранить басасыздар. Өздеріңіздің аттарыңызды, өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазасыздар. Осылайша бір тексеріп аламыз. Тексеріп болғаннан кейін біз ары қарай заказ жасауды бастап кетеміз. Ол үшін Пиндода сайтына кіреміз да өзімізге ұнаған товарларды ең алдымен избранныйға сақтаймыз. Яғни корзинаға сақтаймыз. Мысалы, осы жерде сіздер өзіңізге ұнаған заттарды қарап шығасыздар да, барлығын астында, мысалы, мына зат ұнап қалды, маған, мына футболка маған ұнады дейік. Астында тұрған жүрекшені көріп тұрсыздар ғой. Сол жүрекшенің үстін басып, избранныйға ұнаған заттарыңызды ең алдымен сақтап аласыздар. Сонда барлық затты бір күнде бірден заказ беруге болады. Яғни ол біраз ақшаны экономдауға пайдасы бар. Осылайша өзіңізге ұнайтын заттардың бәрін избранныйға сақтап шығасыздар. Міне мен избранныйға сақтап қойған заттарым. Осы жерде заказ жасаймыз. Мысалы, мен осы сумканы заказ берейін деп жатырмын. Осы суретте қандай сумканы көрдіңіздер, дәл сол сумка келеді. Мысалы, осы жерде мен өзіме осы сумканы заказ берейін деп жатырмын. Көп адамдар айтады, мына заказ берсем, ана заказ кепті деп. Сіздер заказ бергенде мұқият қарасаңыздар, дұрыс келеді. Осы жерде количествосын жазасыздар, 2 ма, 3 ма, сантиметрі қанша, диаметрі қанша деген сияқты. Осылайша барлығын осылай корзинаға добавить етіп шығамыз да, қыздар, размерін, түсін бәрін таңдап. И өздеріңіздің ұмытып қалмайтын 6 санды пароліңізді, карточкаңыздың артындағы кодын жазып, ары қарай заказ жасайсыздар.